2000 жыл бұрын Құдайдың ұлы Иса Мәсіх көктегі ұлылығын тастап, өзімшілдік, соғыс, ашу-ыза, кедейшілік және азапқа толы біздің әлемге келді. Сол күні бір керемет нәрсе орын алды. Құдіретті Құдай адам болып жер бетіне келуді шешті. Бүкіл әлем бас иетін ол қорғансыз сәби болды. Әлемдегі бүкіл байлықтың иесі лас әрі жағымсыз мал қорада дүниеге келді. Оның өзі сүйіспеншілік бола тұра адамға айналып, ауру сырқатты, көз жасын төгуді және суықты бастан кешуді қалады. Алайда адамдар осындай Құдайды қабылдауға дайын емес еді, және оны қабылдамады да. Әлем жаратушыны айқыш-ағашқа керді. Неге Құдай осының барлығынан өтуді шешті? Себебі тек сүйіспеншілік осылай әрекет ете алады. Ол сүйіктісін бірінші орынға қояды. Ал Құдай үшін біздің өміріміз оның өмірінен де маңыздырақ болды. Біздің ауру сырқатымыз, көз жасымыз және қорқынышымызға ол немқұрайлы қарамайды. Өзінің өлімі арқылы ол біздің күнәміз үшін құн төледі. Ал оның қайта тірілуі шынайы бақытқа және мәңгілік өмірге есікті айқара ашты. Міне сондықтан да құтқарушының дүниеге келген күні сенің Құдайға қаншалықты бағалы екеніңді еске түсіреді. 2000 жыл өтсе де ол әлі де сенің өміріңе сүйіспеншілік, қуаныш және бейбітшілікті алып келгісі келеді. Иса саған жақын болу үшін жер бетіне келді. Ал сен оған жақын болуға дайынсың ба?